Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ең оңай жасалатын, дәмді болып шығатын королевский пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен начинкасын дайындап алуымыз керек. Творог, крахмал, қант, жұмыртқа, сметана салып, барлығын бір келгі масса болғанша езіп аламыз. Одан кейін қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұн, қант, какао, май керек болады. Бірінші құрғақ заттарды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін мұздатқышта тұрған майды алып, теркамен ұнға батырып отырып, өткізіп аламыз. Біздің қамырымыз осылай құм сияқты үгілмелі болып тұру керек. Ыдысымызды майлап, қамырдың 3-тен 1 бөлігін алып қаламыз. Бетіне себу үшін қалғанын осылай ыдысымызға салып шығамыз. Жандарын осылай тегістеп, үстін басып шығамыз. Енді начинкасын салып аламыз. Содан соң жаңағы қалған қамырмен бетін жауып шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке салып, пісіріп аламыз. Пирог піскен соң холодильникке 1 сағатқа салып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Тез жасалатын оңай пирог.